Сәбиіңіздің жасына қарай ағылшын үйретуді бөліп қарастырайық. Бөпеңіз нешеде? Біріншіден, егер де бөпеңіз бірге толмаса, демек әлі сөйлемейді. Әрине, егер вундеркинд болмаса. Қалжың. Бірақ қалай ұйықтадың, қарның ашты ма, таза ауаға шығып келейік, киінейік деген сияқты жай ғана әңгімелерді айтасыз ғой. Міне сол сөздерді ағылшынша да айтып қоюыңызға болады. Бала бұл жаста тыңдайды. Қай тілде де communication жасасаңыз да, ода ешқандай гүбір жоқ, иә? Ол губка секілді өзіне сіңіре береді. Солай ағылшын тіліне құлағы да үйреніп кетеді. Екінші, балаңыз егер де уже бірден асқан болса, онда мама деп болса да айтып өзіне керегін көрсете алатын уақыт, иә? Сөйлей алмайтыны болмаса, бәрін түсінеді. Сондықтан бұл жаста өте ыңғайлы. Бұл возрастта балаға күнделікті жүргенде саусағымен нұсқап көрсететін заттарды ағылшынша айтуға болады. Мысалы, алманы көрсетсе, apple. Do you want apple? Немесе су ішкісі келсе, are you thirsty деген сияқты. Сосын сол затпен оның ағылшынша атауы баланың есінде қалады. Солай жайлап ағылшынша сөздік қор ұлғаяды. Қазақша не орысшасын үйретпесе де үйреніп алады, оны уайымдамаңыз. Келесі, балаңыз 1,5 немесе 2-лерде болса, ол уже бұлдырлап сөйлейді деген сөз. Ойнайды. Ағылшынды ойнағанда көбірек қоса беріңіз. Күні бойы ойнамасаңыз да, күніне 1-2 рет балаңызбен ойнайсыз ғой. Ең болмағанда ойыншығын көрсетіп дегенде ағылшынша ойнауға тырысыңыз. Кітап оқысаңыз, онда заттарды көрсетіп үйрететін кітаптарды ағылшынша да айтып көріңіз. Егер балаңыз 2,5 немесе 3-лерде болса, тілі қазақша немесе орыс тілінде әлдеқайда шығып қойған болу керек, иә? Ағылшынды енді қоссаңыз, уже жаңа тіл екені балаға бірден байқалады. Мама, қазақша айтшы деп тұруы да мүмкін. Бұл жаста ағылшынды жайлап енгізген жөн. Себебі түсініксіз тілге қарсылық пайда болып қалуы мүмкін. Сондықтан сақ болу керек. Шошытып, тіпті ағылшынды үйренбей жатып, махаббатын өшіріп алмаңыз. Осындай түсіндіру үшін жазылған ғана мысалдар. Әрі қарай өзіңіздің қиялыңызды қосып, балаңыздың өз ерекшеліктеріне қарай ағылшынша сөйлей берсеңіз болады. Көбірек сөйлескен сайын ағылшын тілі де оған үйреншікті болады. Ал егер де мамасы өзі ағылшын білмесеші деген сұрақты кейінірек қозғаймын. Енді комментарийге сіздің неше бөпеңіз бар, жастары нешеде, қай тілде сөйлесесіз, тағы да басқа осындай сұрақтарға жауап жазып кетсеңіз, нұр үстіне нұр болады.